Қайырлы күн. Арнайы репортажымыздың бүгін кезекті саны. Бүгін бізде қонақта Шалқар локомотив жөндеу депосының слесарі Жаян Ербол Мұратұлымен сұхбат жүргіземіз. Бізбен бірге болыңыздар. Ербол, менің алғашқы сұрағым, жалпы осы салада қашаннан бастап қызмет жасап келе жатырсыз? Осы локомотив жөндеу депосында 2020 қазан айында кірдім. Содан бері слесарь болып, 5 жыл уақыт слесарь болып жұмыс істеп келе жатырмын осы салада. Осы жасап жүрген қызметіңіз өзіңізге ұнай ма? Ұнайды. Темір жол саласында Ақтөбе колледжін бітірдім. Содан осы жұмысқа кірдім. Қазіргі таңда отбасымды асырап отырмын осы салада. Мақтанамын, қуанамын. Осы Қазақстанға еңбегімді сіңіріп қызмет етіп жатқаныма. Жалпы жұмыс барысымен таныстырып өтсеңіз, жалпы мына құрылғылардың тепловоздың іші, сіз қандай жұмыс атқарасыз, қандай қызмет атқарасыз? Жұмысқа келгенде мастер бізге тапсырма береді. Тапсырма осы тепловозға осындай. Осы тепловоз шығады бүгінге деп айтады. Соны біз жоқ кемтігін түгендейміз. Осы май суын қараймыз. Осылай қар істейтін бұзылып тұрған жерлерін ауыстырамыз. Солар бұзылып тұрған жерлерін ауыстырып, сыртқа шығып, осы тепловозды оталдырып, сосын оны жөмшікке тапсырамыз. Тепловоздың майын тексереміз, осындай шүлікпен осындай уровень тексереміз, қанша болып тұрғанын. Одан кейін цилиндрдің насосы сағарты беретін. Солардың ауыстырып тұратын трубкаларын ауыстыратын болсақ, ауыстырамыз. Солардың бәрін үстінде тексеріп аламыз осыларды. Істемейтіні. Сосын ары қарай. Сосын мынаны тексеріп аламыз, оталдырмай тұрып. Ол не ол? Істей көріп, жаңағы тепловоз разгрузкаға кетіп қалмас үшін, жаңағы бұзылып баратса, осы жақтан дұрыс емес болса, ішке барып түсіндірмес үшін, осы жерден сындырып жібереміз басып. Сол кезде тепловоз өзі түсінеді. Тепловозды оталдырмас бұрын осы прокачка топлива деген бар, прокачка маслы. Прокачка топливаны беріп, тепловоздың бойына солярка жіберіп аламыз. Прокачка маслын басамыз. Тепловоздың бойына май жүргізіп, содан кейін болғаннан кейін тепловозды оталдырамыз. Есім Талғат Бейсенбайұлы. Сіздер көріп тұрған, жаңа танысқан цех СО1, СО2, СО3 цехы болады. Осы цехтың старший мастері боламын. Ербол бізге осы ремонтный депоға 2020 жылы кірді. Қазіргі мамандығы дизелист. Жалпы бұл жігіттің өзін ісі мамандығы бойынша жақсы жұмыстарын атқарып жүр. Өзі белсенді жігіт. Жұмысты келгеннен бастап бізде 3 ай уақыт беріліп, старший слесарьдің қасында. Сол кезде өзінің мамандығын жақсы алға алып кеткен жігіттердің бірі. Жұмысы жақсы, өзі самостоятельно өзінің жұмысын жақсы атқарады. Осы керемет, оған тәртібі жақсы.